Ата, ана отырған төбе неге қыздар шыққан деп аталады? Айтайын, оның терең тарихы бар. Ертеде осы өңірде бейбіт өмір сүрген ауыл болыпты. Ел тыныш, мал жайылып, балалар асыр салып ойнап жүрген екен. Бірақ бір күні ауылға тұткілдан жау шапқыншылығы жақындайды. Алыстан ат тұяғының дүбірі естіліп, ауыл іші абыр-сабыр күйге түседі. Жау келді, қашындар, балалар, тасаланыңдар, қыз-келіншектер, қауіпсіз жерге тығылыңдар. Сол сәтте ауылдағы бір жасөспірім биік төбе жаққа қарай жүгіре жөнеледі. Сол кезде көктен ерекше жарық нұр түседі. Нұр төбе тұсын жарқыратып, киелі бұлақ секілді сәуле шашады. Жау жасағы төбеге жақындаған сайын белгісіз бір киелі күшті сезеді. Олардың бойын үрей билеп, алға басуға батылдар жетпейді. Жау жасағы барған сайын киелі бір ғажапты сезеді. Қыздарға далмай, кейін шегіне ұмтылған екен. Ал қыздар болса төбе басына шығып, жаудың шапқыншылыққа жолын тосып қалыпты. Содан бұл төбе қыздар шыққан төбе деп аталып, ел аузында оқиға жайлы аңызға айналыпты. Көз ілмей күні-түні мұндағы адамдар бар күш сырын ұққан. Жау келгенде халық жиналып, қыздар шығып, атадан сол себептен қыздар шыққан.